Сәтпаев қаласындағы Абай жолы кафесіне қонаққа келіп отырмыз. Бұл жерге келудегі мақсатымыз ақынның, Абайдың, Абай жайын естиміз, сырласамыз, сыр шертсеңіз, иә? Олай болса, Абай кім? Абай қазақ әдебиетінің қазығы. Жақсы. Абай дана, Абай ойшыл, Абай философ. Олай болса, Абайдың шығармаларымен қазір жатқа айтып, афоризмдерін еске түсіреміз. Сонымен балалар, Абай афоризмдерін кімдер айтады екен? Көкіректе сәуле болмаса, көңілде сенім болмайды. Адам баласының ең жаманы тапсыздық. Аузы жаман елді бұлғар, аяғы жаман көлді бұлғар. Жақсы, тамаша. Бексұлтан. Ақырын жүріп, анықпас еңбегін кетпес далаға. Жақсы. Абай Құнанбаев, жаз. Жазды күн шілде болғанда, көкірай шалған бәйшешек, зары өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзімді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын пісірді, теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Тамаша. Ендеше балалар, Біз Абаймен аттанамыз.